Нұраға арғысын айтпай-ақ қояйық, мына бергі 70 жылда революциядан соңғы, төңкерістен соңғы 70 жылда жалпы өнеріміздің дамығанымен, шаруашылығымыздың өркендегенімен былай ойлап, саналы түрде ойлап қарасақ, біз вакуумда өмір кешкен тәріздіміз. Ол кәдімгі мынау аквариумдегі балық сияқты. Ішінде өзіміздің өмірімізді сүріп, сыртқы анау дүниежүзілік аренаға шыға алмадық. Шетелдік инвестицияның келуі, банк күретөмірлерінің дамуы бұл бір жаңалық тәрізді. Біз үшін сол аквариумнан, жаңағы вакуумнан шыққан бір жаңалық, өмірге қанат қаққан бір жаңа бір балапан тәріздіміз. Ал енді осының өз үлкен жұмыс қазіргі саясатымыздағы. Сіз өнер адамы ретінде мынау халқыңызға осы экономикалық даму тұрғысынан не айтар едіңіз? Жарғын енді былай дүниені көрген баласын музыка жағынан да, өмір жағынан да, мына қазіргі егемендіктің жағдайында терең түсінетін баласын, бірақ мұның бір үлкен бір себептері бар. Егемендік алу деген оңайға тиген жоқ. Біріншіден 70 жыл деп отырмыз. 70 жылдың ішінде біз не көрмедік? Рас, білім алдық. Қай жағынан болмасын. Барлық салалардан білім алдық. Мына Қыз жібек фильмінде айтады ғой. Анау Алтайдан бастап Елге дейін ұлан байтақ жеріміз бар. Сол жерге сыймай жүрген жоқпыз, сыйса алмай жүрміз дейді. Демек, қазақ халқының өзі 8 миллион болса, бір кезде 14 миллион болған екен. Біздің өткен ғасырларда сонау хандық замандарынан жеткен төл өнеріміз, оның ішіндегі ән, күй, терме, жыраулық өнер деген тәрізді жанрлар толып жатыр ғой. Осыларға 60 жыл бұрын, яғни 25-30 жылдардың маңында европалық үлгідегі симфония, оратория, опера деген жанр біте қайнасып, тіпті астасып кетті. Міне осының өзі біздің атадан жалғасқан қазақ музыка өнеріне әсер еткен жоқ па? Біз қазақ халқының өзін қайдан шығудан басталу керек. Қай халық болмасын, өзі туғаннан бері қарата өлең айтпай, немесе ән айтпай, немесе музыка аспаптарын ойнамай келген жоқ. Бәрі де әрқайсының өзінің елінің, өзінің жұртының музыкалық өнеріне қарай өрнектей білді. 34 жыл өзі бір тарихи жыл. Сол жылы 6 қараша күні ноябрьде әміре қайтыс болыпты, анау газеттерде жазылыпты. Оның үстіне 7 қараша күні, 7 ноябрь күні қазақтың тұңғыш операсы Қыз жібек болған екен. Мен әміреде әншіні әлі естіп көргем жоқпын. Әміре біздің үйде мынау, қазіргі екінші вокзал түбінде біздің үй әлі тұр. Әлі бұзылған жоқ. Пиво сататын жердің жанында. Не суреті бар үйде. Сонда Жамбылдан бастап, Үмбетар Кәрібаевтан бастап, Кенен Әзірбаевтан бастап, Шашубайдан бастап, бүгін мына яқтағы арқаның ақындары, мына яқтағы алғы мына гармонмен, мен шешем гармонмен тартатын, гармон осында тұр, шешемнің гармоны. Ән айтатын. Менің әкем домбырашы болатын. Сонда барлығы біздің үйде жиналып отырып, сонда мен Жандосовты да көрдім. Ілияс ағаны да көрдім.
Сәкен ағаны да көрдім. Темірбек ағаны да көрдім. Мен көрмеген адамдарым аз. Осының бәрі көз алдымда қазір. Сонда сол күнде келіп тұратын. Күнде айтыс, күнде той сияқты біздің үй. Сол слет басталғаннан өзі бірнеше күн болды. Ал енді соның ішінде бір айта кететін зат, әміренің қалай қайтысу. Қарашаның 6 күні қайтыс болғанда, қарашаның 4 күні кімді әмірені қонаққа шақырып алып кетті мына. Мына жердегі не дейді? Тастаққа. Тастаққа бір жерге. Осылай айтып жүр. Со тастақта, сол жерде ол кезде әлгі не қыстың күні ғой, қатты суық болған, сол қайтыс болып кетті. Бұл ona sütke katılmaya kaldı. Halinde birini görseniz özünüz. Bulay oturganda cabay adam siyahtı, keremi suluşan, akbaşa gelgen adam, murtu var. Özü jengil adam emes. Bulay жақсы söyley biletin. Onu soğuyun en aytkan gezde, endi özünü özü mutup ketedi. Mına jeri bulay qarta ösüp, mına moynu. Moynu qaysı, bası qaysı ekeni bilmeysin. Birgip ketedin. Sonra çırqagan gezde o kız turup aladın. Ağaç ayakta misal. Ağaç ayakta aytkan gezde. Bizdin қазір solistler екі taktın üstüne almaydı. Demeden almaydı. Аңқылдап зорға бітіреді, ән айтса. Мен таңғалғаным сол, сосын сөздері анық қой. Ал ондай әншілер туа бере ме? Нұраға үлкен рахмет әңгімеңізге. Иншалла, мынау сізге де зор денсаулық беріп, және мынау келе жатқан 70 жылдық тойыңызды аталайын деп жатқан халқыңыздың ортасында бірге қызығын көріңіз.